Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге бента тортының құрамымен бөлісемін. Достар, бента деген сөз жапондықтардан келген, бір кісіге арналған порция дегенді білдіреді. Яғни бұл торттардың граммы 400-500 грамм ғана болады екен. Келесі таза ыдысымызға 200 грамм қант және оның үстіне 5 дана жұмыртқаны салып, әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Міне достар, біздің консистенциямыз осындай әппақ болып көпіруі керек. Келесі консистенциямыз дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт және де шоколад, оның үстіне сары майды құйып, плитада немесе газда осындай ыдыста ерітіп аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерді бір-біріне қосып аламыз. Ұн, менде ұнның ішінде қопсытқыш бар, және де оның үстіне какаоны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді консистенциямызға жаңағы құрғақ ингредиентті сито арқылы екіге бөліп саламыз. Кондитерлік қасықтың көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Себебі бұл консистенция бисквит болғандықтан оны көп уақыт араластыра беруге болмайды. Енді қалған құрғақ ингредиентті үстіне тағы да салып, тағы да төменнен жоғары қарай араластырып аламыз. Енді ерітілген консистенциямызды салып, тағы да кондитерлік қасықтың көмегімен видеодағыдай араластырамыз. Келесі дайын болған консистенцияны 4 бұрышты формаға пергамент қағазын төсеп құйып шығамыз, және де жан жағын кондитерлік лопатканың көмегімен тегістеп жібереміз. Бисквитіміз біркелкі пісу үшін консистенцияны форманың жан жағына тегістеп апарамыз, және де форманы үстелге ақырындап ұрып жіберу керек. Бұл бисквитті біз 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің бисквитіміз дайын, пісіп шықты. Енді суығанын күтеміз. Келесі суыған бисквитті осындай формамен кесіп аламыз. Менде диаметрі 11 см болады. Бұл бисквиттен менде 6 корж шығады. Келесі торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын 33% кілегей, оның үстіне творожный сыр саламыз. Содан кейін 50 грамм сахарный пудраны салып, қоюланғанша блендерлейміз. Крем осылай қоюлана бастайды, ол яғни кремнің дайын болғанын білдіреді. Енді кондитерлік пакетке жаңағы дайындаған кремді саламыз. Енді крем салынған кондитерлік пакеттің ұшын қиып тастаймыз. Келесі дайындап қойған корждардан тортты жинаймыз. Ол үшін торттың ыдысына осылай кремді жағып аламыз, және де бірінші коржды саламыз. Оның жан жағына дөңгелете отырып кремімізді жағамыз. Ортасына мен осындай клубничный сиропты саламын. Келесі екінші коржды
дәл біріншідегідей кремін жағып және де ортасына сиропты құямын. Бисквитке жағылған кремнің артық жерлерін осылай кондитерлік таяқшамен тегістеп жібереміз. Енді тортқа толығымен осылай кремді жағып шығамыз. Торттың обтяжкасын жасаймыз. Менде қазіргі уақытта шпатель болмағандықтан мен осылай кондитерлік таяқшамен торттың жан-жағын тегістеп шығамын. Достар, негізі торттың жан-жағын шпательмен тегістеген өте ыңғайлы. Келесі мен торттың түсін өзгертемін. Ол үшін осындай пищевой қызыл түсті красительмен жаңағы кремге салып, жақсылап араластырып аламын да, оны тортқа жағып шығамын. Енді тортқа боялған кремді видеодағыдай жағып, оны егерде сіздерде шпатель болса, шпательмен тегістеп шыққандарыңыз дұрыс. Мен кондитерлік таяқшамен тегістеймін. Достар, қазір мен тортқа осылай жазу жаздым. Енді осындай сурет саламын, смайликтің. Сіздер өз қалауларыңызша, өз фантазияларыңызға байланысты неше түрлі жазу немесе сурет салуларыңызға болады. Біздің бірінші тортымыз дайын болды. Енді біз екіншісін жасаймыз. Келесі достар, екінші тортты, бірінші тортты жинағандай, екінші тортты да жинап шықтым. Екінші торттың ерекшелігі сыртына карамель жағамын. Келесі торттың карамелін дайындаймыз. Ол үшін бізге вареная сгущенка және аздап сүт, осылардың барлығын блендердан өткіземіз. Консистенциясы видеодағыдай біркелкі болып шығу керек. Енді дайын болған карамельді кондитерлік пакетке салып аламыз. Және де кондитерлік пакеттің бас жағын қиып, тортымызға жағып шығамыз. Тортқа жағылған карамельді кондитерлік шпажкамен тегістеп шығамыз. Келесі торттың бетіне және жан жағына осылай үгітілген арахистарды сеуіп шығамыз. Дайын болған торттың үстіне осындай шоколадты теркадан өткізу арқылы үстіне сеуіп шығуға болады. Міне достар, біздің торттарымыз дайын. Қазір бірге көреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тортымыз біркелкі болып, күшті болып шыққан, дәмі де өте керемет. Екінші тортымыз да біркелкі болып, әрі дәмді болып шыққан. Достар, осы рецептпен осындай бента тортты пісіріп көріңіздер. Мені қолдап, маған комментария жазып, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.